Сәлем достар. Бүгін біз тікелей эфирде интернетте сайтыңыз болмаған күннің өзінде сатудың жолын қарастыратын боламыз. Бүгін негізінен үш жолын қарастырамыз. Біріншісі ол Google форманы қолдану арқылы, екіншісі Facebook'тың ішіндегі лид жинау жарнамасын қолдану арқылы, үшіншісі Facebook Messenger'ді қолдану арқылы. Осы үш сервисті қолдану арқылы өзіңіздің товарыңызды, қызметіңізді интернетте қалай сатуға болатынын қарастыратын боламыз. Егер де кәсібіңіз болатын болса, сізге міндетті түрде пайдасы тиер деген ойдамын. Сондықтан да бүгінгі эфир пайдалы болады деп ойлаймын. Біріншіден, кішігірім ережелерден бастасақ, біріншісі эфир қазақша болады. Екіншісі Facebook'тың жарнамалық кабинеті және Facebook'ты қолдану беттерінің барлығы өкінішке қарай ағылшын тілінде болады. Өйткені қазақ тілінде толық аударылмаған. Сондықтан да ағылшын тілінде болады. Үшіншіден, егер сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жазыңыздар, бірақ эфир уақытында емес, эфирден кейін жазсаңыздар екен деген тілек бар. Одан кейінгі айта кететін мәселе, егер де кәсібіңіз болып тура кеңес алғыңыз келетін болса, жекеге шығып хабарласуыңызға болады. Тек қана осы тікелей эфирдің үстінде жазудың қажеті жоқ, соны ескертейін деген. Сонымен бастайық. Ең алдымен біз Google форманы қолдану арқылы қалай тапсырыс жинаймыз интернеттен. Ең алдымен Google формаға барамыз. Ең алдымен Google форманы құрып аламыз. Google форманы құру үшін Google Forms деп жазсаңыз болды, атышқа немесе google.com/forms. Осы жерден Google форма деген бөлімге өтесіз. Одан кейін Google форманы жасау деген батырманы басасыз. Бұл жерде сізге Google форманы жасау үшін бірнеше шаблондар беріледі, болмаса өзіңіз жаңадан құрастырып алуыңызға болады. Мен сіздерге арнайы дайындап қойған шаблоным бар, тапсырыс деген. Барлығы өз орнында тұр. Енді осыны жасауды кішкене ғана қарап өтейік. Жаңадан blank page'ді ашамыз. Форманың атауын жазамыз. Так, тақырыпшасын жазамыз. Одан кейін ары қарай стандартты түрде сұрағыңызды қоясыз. Сіз адамнан не күтесіз? Аты, жөні. Мысалы, сізге ол адамның аты жөні керек, хабарласқан кезде, тапсырыс берген адамның. Одан кейін телефон нөмірі. Одан кейін сізге не керек болуы мүмкін? Мекен жайы. Сурет қосуыңызға болады. Мысалы, кез келген бір сурет. Ақпараттық видеода мысалы қосуыңызға болады. Мен өзімнің бір видеомды қосып қойып. Так, бұған видеода жазайық. Қысқаша алғанда осылай жасалады. Шамалы көркемдеуге болады. Түстерін ауыстырып. Болмаса жаңадан сурет қосуға болады. Мысалға кезелген сурет бар. Мысалы өзен ағатын. Болды, сіздің тапсырыс формаңыз дайын. Енді бұны біз адамдарға көрсетуіміз керек. Сондықтан да бірінші қарап көрейік. Превью жасап көрейік. Қалай екен? Тапсырыс алу формасы, аты жөні, телефон, мекен жайы. Сосын адам барлығын жазып
жолдау батырмасын басқанда сізге Google формаға келіп түседі. Атауын тапсырыс деп қойдық. Енді осыны біз адамдарға көрсетуіміз керек. Біз мұндамыз, мына жерге келіп тапсырыс қалдыр деп. Ол үшін мына жерде бізге арнайы сілтеме береді Google. Осы сілтемені қысқартамыз. Мына бір сілтемені аламыз. Сілтемені алып, кез келген браузерді ашсақ, біз осы тапсырыс бетімізге келіп түсеміз. Түсінікті, жаңа сілтемені аламыз. Енді Facebook'қа қайтып келеміз. Facebook'ың ішінде жарнама құру батырмасын басамыз. Жарнама құру батырмасын басқаннан кейін біз адамдарды сайтқа жібереміз. Трафик деген батырманы басамыз. Ары қарай жалғастырамыз. Барлық функцияларды керек жолақтардың барлығын толтырғаннан кейін үшінші бетте веб-сайт URL деген жерге, мысалы сіз осы батырманы қоюыңызға болады. Онда басқан бетте осы жерге өтіп кетемін. Мысалы бір суретін әзірге қоя тұрайық. Мысалы мен бүгінгі суретімді қояйын. Болмаса мына текст деген жерге мәтін ретінде жазуға болады. Тапсырыс беру үшін мысалға қысқаша. Сонда адамдар тапсырыс беру үшін осыны басса, сіздің формаңызға келіп түседі. Google'дағы алдын ала құрастырып алған формаңызға. Қысқашасы осы. Мысалы тапсырыс берсеңіз, мына жерден сізге жарнамаңыз дайын болады. Бұл Google форманы қолдану арқылы жасау. Яғни сіз Google форманы алдын ала жасап аласыз. Сосын сол сілтемеге арнайы адамдарды бағыттайсыз. Адамдар сол сілтеме арқылы өтіп, форманы көргеннен кейін толтырған бетте сізге Google формаға адамдардың аты жөні, мекен жайы, телефоны келіп түседі. Сіз аласыз, ол кісіге хабарласасыз. Екінші жолы өте қызық, ол лидогенерация деп аталады. Мен сіздерге бірінші түрін көрсетейін, қалай болатынын. Ол лид жинау деген түрі жарнаманың. Бұл интернетте, Facebook'ың ішінде, Instagram'да да осындай форматта жүреді. Сіздің клиенттеріңіздің лентасында пост ретінде айналып жүреді. Бұл жерде сіз өзіңіздің адамыңызға, клиентіңізге ақпараттарыңызды бересіз, суретіңізіне видеоңызды қоясыз, тақырыбыңызды жазасыз. Одан кейін мына бір батырма өте маңызды. Осы батырманы басқан бетте сізге арнайы бет ашылады. Бұл бетте сіз адамнан тура жаңағы Google формадағыдай адамның аты жөнін, мекен жайын, телефонын алуыңызға болады. Мен енді мына жерде телефонымды бәрін толтырғаннан кейін маған толтырылды деп шығып тұрды. Сондықтан мынаны жабамыз. Енді құрастыру бетіне келсек, құрастыру беті бизнес парақшаның ішінде арнайы бөлім бар. Lead Ads деген. Осы бөлімде алдын ала құрастырып аласыз. Мысалы, мыналарды алдын ала құрастырылған менің формаларым. Осы формалардың біреуіне кіріп көрсеңіз, тура жаңағы ашылады. Мысалы, мына форма толтырылмаған екен, толтыру. Мысалы, сұрақ сұрап жатыр мына жерде. Сұрақтарыңыз бар ма? Әрине бар. Телефонды қалдырдым. Менің электронды почтам, аты жөнім, менің телефоным. Осыны басқан бетте мен өзімнің телефонымды белгілі бір адамға жолдадым. Дәл қазіргі сәтте мен қазмаркетингке жолдадым. Сіз де өзіңіздің клиентіңіздің нөмірін тапсырыс ретінде осылай ала аласыз. Ол үшін жарнама жасау бетіне кіріп, жарнама жасау батырмасын басыңыз.
Бұл жерде енді lead generation дегенді таңдаймыз. Генерация дейді ғой. Lead жинау. Lead жинауды құрамыз. Өте қарапайым. Парақшаны таңдаймыз. Қай парақшадан жасап жатырмыз. Аудиториямызды таңдаймыз. Жерін орналасқан, жасын, жынысын, тілін, егжей-тегжейлі таргетинг болса мына жерден қызығушылықтарын тағы да қосып таңдауыңызға болады. Одан кейін плейсменттер, қай жерде көрсеткіңіз келеді. Фейсбукте, Инстаграмда, видеода, мессенджерде деген сияқты өзіңіз мына жерден таңдауыңызға болады. Мысалы, жеке-жеке. Одан кейін мына жерін автоматты қойыңыз, немесе білетін болсаңыз мануал қойыңызға болады, яғни қолмен қоюға болады. Одан кейін ары қарай жалғастырамыз. Тура жаңағындай ретпен суретті немесе видеоны қоюыңызға болады. Енді бұл жерде қызығы, мынау батырманы басқан бетте бізге форма ашылу керек. Ол форма астыңғы жақ бөлігінде орналасқан. Мысалы, мына форманы алсақ, міне біздің бағана көрген формамыз. Форманы толтыру арқылы қандай сұрақтарыңызды шешесіз. Мысалы, мына менің өзімнің жасаған форма. Мысалы, толтыруды басса, адам келесі бетіне өтеді. Келесі бетте бізге не керек? Сұрақтарына мысалы жауап береді, жаңағындай я деп. Одан кейін мына жерге электрондық почтасын жазады, аты жөнін жазады, телефон нөмірін жазады да маған жібереді. Жіберген бетте мен мына жерге рахмет айтамын. Рахмет, телефоныңызды қалдырғаныңызға деген сияқты. Осымен бізге тапсырыс келіп түседі. Сіздің клиентіңізден тапсырыс келіп түседі. Көрдіңіз, ешқандай сізге сайттың қажеті жоқ. Яғни Facebook'тың ішінде қажетті құралдарды қолдану арқылы өзіңіздің сұрақтарыңызды шешуіңізге болады. Яғни клиенттеріңіздің мәселесін шешуіңізге болады. Олар сіздің жарнамаңызды көреді, видеоңызды, суретіңізді, постыңызды өздерінің лентасында көреді. Сол лентаны көру арқылы ұнаса батырманы басады, форманы толтырады, форма сізге келіп түседі. Яғни сізге керегі клиенттің аты жөні мен нөмірі. Аты жөнін білесіз, нөмірін білесіз, аласыз, хабарласасыз. Яғни ары қарай сату сіздің қолыңызда. Бұл екінші түрі. Енді үшінші түрі мессенджер арқылы сату. Мессенджер арқылы сату не үшін керек? Көп жағдайда адамдар бірден сіздің жарнамаңызды көрген бетте ойбай ұнады екен деп ала салмайды. Сондықтан да сіз өзіңіздің клиентіңізбен бірінші касание жасауыңыз керек. Яғни сіз ол кісіге бір пайдалы нәрсе ұсынуыңыз керек. Мысалы, сіз мессенджердің жарнамасы арқылы кеңес беруіңізге болады. Мысалға айталық, сіздің медициналық бір клиникаңыз бар делік. Шағын бір медициналық клиникаңыз бар. Әсіресе соңғы кездері өте танымал болып кеткен шығыс медицинасының клиникасы. Сол сияқты бір клиникаңыз болса, сіз өзіңіздің клиенттеріңізге өзіңіздің салаңызда профессионал екеніңізді, кәсіби маман екеніңізді көрсету үшін оларға кеңес беру арқылы оларды өзіңіздің клиентіңізге айналдыра аласыз. Мессенджердің жарнамасын мен сізге көрсетейін. Бұл өте динамикалық жарнаманың түрі, өте ыңғайлы, ешқандай адамдарға олардың лентасында ешқандай кедергі жасамайды. Тек қана өзіңіздің таңдаған таргетті аудиторияңызға сол кісілердің лентасында ғана айналады. Бірақ оларға ешқандай кедергі жасамайды. Егер ұнамаса, олар үстінен жауып тастауына болады. Мысалы, ол былай жүреді, міне. Өте қарапайым, сіз мына жерге видео не фото қатарынан қоя аласыз, екеуінде өзіңіздің жазатын мәтіндеріңізді жазуыңызға болады. Одан кейін ең қызығы міне батырма. Send message. Жолдау. Хабарлама жолдау. Мессенджерге хат жіберу. Осыны басқан бетте сізге хат жіберілді. Автоматты түрде маған хат келді. Көрдіңіз бе? Осы жерде мен сөйлесе аламын. Көрдіңіз бе? Ана кісі маған қазір жазып жатыр. Мынау менің парақшамның боты. Бұл автоматты түрде жауап беріп отыр. Осы жерде сіз сұрақ қоюыңызға болады. Мысалы, бағаларыңыз қанша? Көрдіңіз бе міне? Бұл қазмаркетингтің боты, яғни роботы. Бізге автоматты түрде жауап беріп тұр қазір. Енді Facebook Messenger'дің ботын алдағы тікелей эфирде бір қарастыратын боламыз. Міндетті түрде ол
өте үлкен өзі бөлек тақырып. Бірақ қызығы сол, көрдіңіз бе, сіз жаздыңыз, сізге автоматты түрде робот жауап беріп жатыр. Егер робот түсінбей қалса, ол түсінбей қалдым деп айтады да. Мысалы бүйтіп жазсаңыз, ол түсінбей қалады. Көрдіңіз бе, жауап бере алмайды. Осындай кезде өзіңіз келіп толықтырасыз жауаптарын. Мысалы сізден ол ботыңызға алдын ала дайындалмаған мәтіндер, алдын ала дайындалмаған хабарламалар жазатын болса, онда сіз күтпеген хабарламаларды, онда сіз кіріп өзіңіз жеке жауап бересіз. Мысалы мен ботым білетін нәрсені жазсам, көрдіңіз, маған бот бірден жауап береді. Мысалы тікелей хабарласыңыз, маған хабарласыңыз деген сияқты, көрдіңіз. Яғни бұның артықшылығы неде? Сіз өзіңіздің клиентіңізге, болашақ клиентіңізге, лидтарға өзіңіздің кәсіби маман екендігіңізді көрсетіп, оларға кеңес бересіз. Сол кеңестің соңында соңы күтілетін нәтижесі ол сіздің клиентіңіз болып, сізден келіп ем алу. Енді осыны қысқаша қарастырайық. Қалай жүзеге асатынын. Тағы да жарнама құру бөліміне барамыз. Жарнама құру бөлімінде сайтқа жіберу, яғни трафик на сайт. Трафик бөліміне кіреміз. Трафик бөлімінде веб-сайт, о мессенджер деген бөлімді көрсетеміз. Application дейміз. Одан кейін стандартты жағдай, жаңа аудиторияңыз таңдайсыз. Жасын, жынысын, тілін. Одан кейін плейсменттерін, күндік бюджетіңізді анықтайсыз. Одан кейін жалғастыруды басасыз. Парақшаңызды белгілейсіз. Тура жаңағыдай суретіңізді, не видеоңызды жүктейсіз. Өте қарапайым. Енді бұл жерде ескеретін нәрсе, мына жерде веб-сайт URL-дің орнына сіз мессенджер таңдайсыз. Сол кезде сізден барлық плейсменттерді алып тастайын ба, мессенджерді ғана қалдырайын ба деп сұрап жатады. Иә, мессенджерді ғана қалдыр деп айтып. Мессенджерді ғана қалдырды. Енді мына тақырыпты және мәтінді толтырып шығасыз. Одан кейін send messenger батырмасын қоямыз. Сіздің клиенттеріңіз өзінің парақшасында, лентасында жарнамаңызды осы күйде көреді. Видеоңызды, фотоңызды көргеннен кейін егер ұнатса, онда міндетті түрде send message батырмасын басады. Send message батырмасын, хабарлама жолдау батырмасын басқан кезде сіздің парақшаңызға, сіздің мессенджеріңізге келіп түседі. Ол келіп түскен адаммен сіз ары қарай жаңағы функция бойынша өзіңіздің схемаңызбен әңгімеңізді жалғастырасыз. Және осымен жарнаманы, жасыл батырманы бассаңыз, сіздің жарнамаңыз құрылады. Клиенттеріңіз жарнаманы көре бастайды. Сонымен достар, бүгін біз интернетте сайтыңыз болмаса да қалай жарнама жасауға болатынын қарастырып өттік. Егер де сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жазып қалдырыңыздар пікір ретінде. Болмаса тікелей жазыңыздар. Сұрақтарыңызға жауап беріп, кеңес беруге әрқашан әзірміз. Сонымен достар, бүгінге осы. Келесі тікелей эфирлерде және видеоларда жолыққанша.